көп сүйіншіні кім берді? Ойбай, ең көп сүйіншіні кім берді дегенде, өзімнің жан досым бар ғой, Дайыр деген. Сол бірден айтты, коляска, манеж, комод дейді, тағы бірдеңе дейді. В общем, 1 миллионның ар жағындағы бір суммада өзінің бір сүйіншіге атағаны бар. Менің атымнан сенің әке болғаныңа. Бұл чисто сүйіншіңе деді. Соны анау мынау басқа біреулер коляска берем, бірдеңке берем десе, алма, уже болды. Дайыр беріп қойды деп айтты деді. Ең көп сол. Одан кейін көрімдік деген бар. Аха. Перзентті перзентханадан шығарып алған кезде міндетті түрде жаңағы достар жиналады, ағайын туыс жиналады. Ең көп көрімдікті кім берді? Ең көп көрімдік сол $200, $100 деп доллар мен өзім айтатын басында. Енді ол достарыма да Алла разы болсын. Бұл долларовый болады деп айтатын ғой мен достарыма. Көрімдік тек қана доллармен де болды дейтін. Соны мен ол әңгімені ұмытып кеткем еще. Бірақ өздері сен кезінде өстіп айтқансың, мен баламды көрімдігін доллармен бересің деп. Міне біздің деп сөйтіп бағанағыдай $200, $100 әрқайсысы беріп жатыр. Мамаға беріп жатқандар бөлек қой. Ондай бір қатты несі жоқ, бірақ андай, ойбай, сен әке болсаң, менің атынан машина, менің атынан квартира деген бір көке жәкелері бар етін, құтты болсын деп те жазған жоқ. Мен ойлаймын сол, мені точно болмайды деп ойлады ғой. Бәлкім мотивация болсын деген шығар. Енді мотивация болсын дедім, білмеймін, бірақ іштей бір түрлі қаласың. Ойлап, хотя құтты болсын деп жазса болады ғой дегендей. Бірақ әлі менде WhatsApp-ында ашылмаған чаттар бар. Әлі бәленбай чат, мүмкін соның ішінде тұрған шығар. Ол кісілердің де құттықтау тілегі білмейміз ғой енді. Бірақ ешқандай звонок болған жоқ. Күтпеген адамдардан звонок болды қайта. Күтпеген адамдардан құттықтау болды. Сәл бүйтіп андай өмір ғой енді бағанағыдай. Жолымыз екіге кетіп, бір ұрысып, андай араласпай кеткен дос жараң жекжаттар бар дегендей. Солардың өзіген құттықтап салып атқан кезде ішің жылып қалады. Риза болып қаласың, рахмет деп. Кіндік әке, кіндік шеше деген бар. Кіндік әке, кіндік шеше бізде официально, действительно кіндік шеше, потому что баламды алып келіп мен үстіме жатқызды ғой. Тұрғызды, потом андай бір неге үстіне қойды, сөйтіп сүйірді кіндік кестірді ғой. Біз кімді кіндік мама сайладық, сол өзіне кестірді. Анда антисептикпен кәдімде обрабатывать етіп, мына жерден кесесін деп көрсетті, сүйірден бұл жетіп кесті. Әсет Ақмарал деген жекжат достарымыз бар, жақын. Сырластарымыз, сол кісілерді біз кіндік әке шеше қып, гендер-патида тағайындап болғанбыз. Ол шешімде оңай болған жоқ. Мен енді өзімнің КВН-дегі достарым бар, өнердегі достар бар, бауырлар бар, бірақ андай біреуін қойсаң, екіншісі ренжиді. Ана жақтан біреуін қойсаң, ана жақтағылар ренжиді. Класстастардан қойсаң, тағы да ренжитіндер бар. Сонымен бүйтіп тұр, ешкім ренжімейтін, бірақ действительно жақын болып жүргендерден біреуін таңдайық деп, сонымен Әсет Ақмарал дедік қой. Олардың ниеті, пейілі, сол кісілердің бір бойындағы жақсы қасиеттер ұлымыздың бойынан табылса, біз ризамыз.